Пайғамбар алейхиссалату вассалам, бәріңіз білесіздер бұл уағызды, бір қайталай салайын, ескерту болсын. Базарда кетіп бара жатқанда бір жетім баланы көреді, жылап тұрады. Әкелерінің барлығы түйелеріне мінгізіп, айт күні балаларын демалдырып жүреді. Сол кезде баланың жылап тұрған пайғамбар алейхиссалату вассалам көріп қояды. Біз көбіміз мән бермейміз ғой, бірақ пайғамбар алейхиссалату вассалам бұндайды мүлт жібермейтін болған. Қарайды, балақай, неге жылап тұрсыз? Я Расулалла, менің әкем мен шешем жоқ қой деді. Мыналардың барлығының әке шешесі бар ғой деді. Бүгін мейрам ғой, менің әке шешем жоқ, соған жылап тұрмын. Балақай, егер рұқсат болса, мен сенің әкең болайын, Айша сенің анаң болсын. Келсесің бе? Я Расулалла, қуанам ғой мен деді. Бірақ я Расулалла, көзімдегі жасты мен әлі тыя алмай тұрмын. Неге? Аналардың түйесі бар, сен менің әкемсің, бірақ түйең жоқ қой. Сен риза болсаң, мен өзім саған түйе болайыншы. Пайғамбар саған түйе болса, риза боласың ба деді. 4 тағанға тұрды ғой пайғамбар. Бала жүгіріп кеп үстіне шығып секіріп алды да. Я Расулалла, менің көзімнің жасы тоқтамай тұрды. Сені не қобалжытып тұрды? Я Расулалла, мыналардың түйесінің жүгені бар ғой деді. Сенің жүгенің қайда деді, мен тартып ойнағым кеп тұрды. Сәлдесін шешті деп пайғамбар алейхиссалату вассалам аузына қыстырып берді ана бала. Бала тартып пайғамбар алейхиссалату вассаламның ауыздарын жырып қойды. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ештеңе демеді. Бірақ кейін біткеннен сахабаларына қарап айтты: кімде-кім жетімді қуантса, ертең менімен бірге былай.